керек, солай ма? Қандай іс әрекет болсын, мысалға өзіміздің ниетімізді бұрамыз. Екінші қадам басқан сәтте біз нені көрсетеміз? Күшімізді көрсетейікші кәне. Күшімізді көрсетеміз. Солай ма? Үшінші рет қадам басқан сәтте біз тәртібімізді қалыпқа келтіреміз. Немесе өзіміздің оқыған шығармадан ойларымызды тәртіпке салып реттеп береміз. Түсініп қой? Ендеше сол мықтылықтарыңызды бүгін таныталамыз дейтін болсаңыздар, онда қолдарыңызды соғыңыздар. Енді қолымда суреттер бар. Осы суреттерді қазір сіздер алдыңыздарда топқа бөліңіздер. Жылдам. Барда туған көкжорға 100 күнділік жолынан 17 күн су ішпей сүйген менен зорлықты. Бұл көкжорғаның сипаты. Бұл кімнің аты? Бұл Төлегеннің өзі. Төлегеннің аты. Ендеше сіздердің топтарыңыздың аты көкжорға деп аталады. Келесі топ. Апамыздың аты. Ол жырда былай сипатталады. Болаттан дабыл төңкеріп, артына қалқан бүктер, қарағай найза өңгеріп, астындағы шұбарын өзімен тең көріп, кетіп келді ордаға. Жақсы. Ендеше сендер топтарыңыздың аты Байшуар деп аталады. Келесі. Ақшамай ол қазақтың балалары 5-6 жасқа келген кезде ат мінгізеді, Ақшамай ерін салады. Ол Ақшамай ерін салған кезде оған бата береді. Ақшамайың құтты болсын, маңдайыңа бақ бітсін, таңдайыңа дәм бітсін, мінгенің тақ бітсін. Ендеше сендер топтарыңыздың аты Ақшамай деп аталады. Келесі. Ортаға қойыңыз, ортаға. Келесі. Қыста екі құлағым, қазандай төрт тұяқ төгерген кесе құмар. Бұл қамбардың аты. Қамбардың Қарақасқа аты. Ендеше сендердің топтарыңыздың аты Қарақасқа. Енді бүгінгі топтарыңызда арасында енді көңіл қойып қарап отырсыздар. Осындай үйде отырсыздар. Енді өздерің оқыған, танысқан жырдағы кейіпкерлер бар, солай ма? Осы кейіпкерлерді біз қалай таныдық? Осы кейіпкерлер бойынша мен қазір қарамаймын, екі кейіпкерден орталарыңызға тастаймын. Әр топқа екі кейіпкерден тастаймын. Өзіңізді таңғалдырған кейіпкер кім болды? Сол кейіпкерді өзіңіз жырдан алынған үзіндер бойынша жатқа айтып таныстырасыздар. Екінші, менің бағалайтын негізгі үлгі қағаздарым бұл не? Бұны алғандағы негізгі мақсат, әрине біздің қыз жібек жыры, ол ерте көне жыр деп айтамыз. Ол өмірде болған оқиғалар, жалпы жырдың негізгі тақырыбы сүйіспеншілік махаббат тақырыбы, немесе қыз жібек пен Төлегеннің махаббаты. Тек қана осы екі жастың сүйіспеншілігі емес, сол жастардың ортасындағы сүйіспеншілікпен қатар елдің әдет-ғұрпы, салты және ұлттық нышанын танытатын не? Көш көрінісі ерекше сипатталады. Ал енді өзіңіз кейіпкерлерді қалай танытасыздар? Қазір сіз өзіңіздің таныстыратын кейіпкерлеріңізді кітап сөресіне әкелесіздер, қолдарыңызға стикерлер беріп, таныстырып болып, одан кейін барып сіз стикерлеріңізді ортаға әкеліп кітап сөресіне қадайсыздар. Қайсы кейіпкер сізді таңғалдырды? Бастайық. Кәне, жоғары топтамасақ. Қыз жібектің ақтығы наурыздың ақша қарындай, ақ бетінің қызылы ақ тауықтың қанындай, екі беттің ажары жазылып түскен сағындай, білегінің шығайы айналтаның сабындай, оймақ ауысқалар көз іздеген елге табылдай, іздеген елге табылдай, іздеген елге Төлеген қыз жібекті Төлеген ақылымен танып тұр, көз мейірі қанып тұр, бейіштен жанған шамшырақ, көзі ойнап жанып тұр, белін әзіп талып тұр, таққан сыннан жіңішке үзіліп кетпей нағып тұр. Өзінің тападағы кейіпкерін белгілей ғой. Сыңғыбайдатқа өтіріп, қашқа жашы менен, Төлеген болсаң сендеді, кел соңынан ерден, жұртқа берген олжаңнан білдірмей маған ерден. Мен бір сұлу табайын, падишамыздың жалғызы, аты жібек сұрасаң кереметін көр деді. Бұл кімнің бейнесі? Қаршыға. Қаршыға бейнесі. Қаршыға кім? Қаршыға кім? Сыңғыбайдың өзірі.
дұрыс. Және ақылшысы, кеңесшісі, жыршысы деп болады. Иә. Қысқадан жақында бір құрайды паналас. байлығы соны сұрасаң учебу айтуға себепті жайы бар. Байлығы себепті жайы бар. Дәсімен жамасы мың теңге жүк тағы да қантыменен шайы бар. Есеттім аяқты малда есеп жоқ. Айылы бағым жайы бар. Бұл кімнің бейнесі? Бұл Базарбай. Базарбай бейнесі. Тамаша. Қадың бейнесі бар? Мен жайымды сұрасаң, ақылыңды танасың. Жібек, менің қатыным қай жаққа алып барасың? Жібекті ілгері жіберіп, бойыңды маған бұрасың. Соғысатын кісідей көлденең тартып тұрасың. Соғыссаң, менен соғыссаң, құдайыңа барасың. Соғысар болсаң, жүгіндай қай жерден келген баласың. Тамаша. Отыра ғой. Фильміне көз жүгіртіп қарайық па да? Жібек фильм бар. Абай көзіміз. Бұзға қойын. Кешірсіз қазір. Осы 20 секундлық фильм, 20 секунд әдісімен, сіздер осы фильмді көргеннен кейін өздерің оқыған Қыз жібек жыры мен фильмнің екеуінің арасында өзгешелік бар ма? Және бұл фильмнің негізі 1970 жылы Сұлтан Қожықовтың режиссерлік етуімен кино болып түсірілді. Осы кино болып түсірілген сәтте ол 43 елге көрсетілді, таратылды. Одан соң тағы айтылатын нәрсе 2020 жылы осы Қыз жібек жырын ЮНЕСКО көлемінде 500 жылдығын тойлау туралы шешім қабылданды. Қала берді 2003 жылы Евразия халықтарының эпосы деген жинақ шығады. Сол жинақтың ішіне осы Қыз жібек жыры енгізілді. Көрдіңіздер ме? Енді сендерге сұрақ 20 секунд уақыт беремін. Не себепті жыр жинағына енгізілді? Не себепті ол 43 елге көрсетілді? Не себепті бұл жырдың ЮНЕСКО көлемінде тойлануы туралы бекітілді? 20 секунд уақыт беремін. Салт дәстүрлерін ұмытылып батқан дәстүрлерін білдіреді. Мысалы, Қыз жібекті естірту, жоқтау дейтін бұрынғы дәстүрлеріміз бар. Бірақ сөзбен айтшы. Ол қазақтың бұрынғы дәстүрі. Ұлттық болмыстық нышанның бәрін танытатын жырдың үлгісі. Тамаша. Қазақтың ұлттық нышанын көрсету бағытында одан әртүрлі қазақтың қандай екенін білдіретін салт жоралар бар. Осылайша қазақ барша 43 елге қазақ осындай екен ғой деген ой тудыру үшін осы Әсіресе нені тамашалап жатыр? көштерді тамашалап жатыр. Өте жақсы. Тағы көштердің өзінің сипаттарын мысалға көште төлеген келе жатқанда оны қызықтырып, ынталандырып келсе, ал кинода бұны суреттеп көрсетеді. Ал біздің бұрынғы дәстүрлеріміз бұл 43 елге танылған себебі біздің ертеден келе жатқан дәстүрімізді басқа да елдерге көрсету үшін. Жақсы, тамаша, ойды қайталамайық. Ең негізгісі біз басталуда да нақты қадамды бастаймыз деп жатырмыз да, алдымызға мақсат қойып жатырмыз. Сол мақсатқа жетудің жолында талпынып жатырмыз. Мәңгілік ел боламыз деп жатырмыз. Ендеше қазіргі рухани жаңғыру әлеміндегі ең құнды мұра, әдеби мұра, немесе құнды жәдігерлік бұл не? Қыз жібек жыры. Түсіп қойды? Әрдайым. Енді сендердің қалай дайындалып бердіңдер? Соларды айтайын. Сондай керемет құнды дүние екендігін өздері пікірлермен дәлелдейді. Саған Мұхтар Әуезовтің мынандай бір пікірі бар. Қыз жібек жыры көп заманнан бері ел аузында сақталып келе жатқан жыр эпосы. Ол қазақтың романтикалық ғашықтық жырлар ішіндегі ең көркемі әрі
көремдісі. Ендеше қазір біз ары қарайғы тапсырмаларды жалғастыру үшін біз кітап сөресін жасадық. Енді сіздерге тапсырма әр топтың оқушылары. Мысалға сіздің тобыңызға свод әдісі бойынша әлсіз тұстар болды ма? Ер азаматтардың өзінің жырдың әр эпизодында соны бір істердің негізінде мүмкіндіктер болды ма? Қандай қауіптер төнді жырдың негізгі мазмұнында? Жырдың негізгі мазмұнында. Бейнелерді салыстырасыңдар. Жырдан алған үзінді бейнелер. Тағы да кімдерді кірістіруіңізге болады? Төрт айтыс сойма. Қандай кім? Бекежан мен Жібек, иә? Бір, сосын екі? Шеге мен Жібек дұрыс айтасыз тағы? Қоремен Сансызбай тағы? Иә? Қорен. Жақсы, енді қараңыз. Енді жұтпен өзіңіз бөліп алыңыздар. Жақсы ма? Жұтпас. Сен өзіңді. Келесі жұтат салт өлеңдеріне. Қандай өлеңді жұтат салт өлеңдеріне? Ол бар мысаға жақсы. Тағы? Қоштасу. Бар дұрыс айтасыз. Жоқты бар ма жырда? Бар, жоқтау. Тағы не бар? Жақсы. Әркім өз тапсырмасын алды. Сіздер шыға алмай жатсаңыздар, онда көмек алсаңыздар осы топтардан түсіп қалайық. 2 минут уақыт береді. Енді сіздер тек сол бөлінген тапсырмалар бойынша қалай шығасыздар. Топ бір-бірін тыңдаймыздармыз. Қай топтан бастайық? Ал бастайық. Тыңдаймыз. Ол әр көштің өзінің салтанаты әртүрлі. Ол көштердің салтанаты бірінен бірі асқан. Қызғалдақтай құлпырған қыздардың бәрі өзінше суреттелген. Және жыршы көштің салтанатын көрсету үшін көш алдына қараса бір қыз кетіп барады деген сөздерді көп қолданады. Және қыздардың әдемілігін көрсету үшін Төлегенді әр көш сайын ынтықтыра түседі. Кетіп бара жатқан 14 көш солай ма? Асыра сипаттау негізінде мысалға образдарды ерекше сипаттап отыр ма? Жібек үшін әкесін Тыңдаймыз. Төлеген Жібек үшін әкесін тыңдамай кетеді. Ол жігіттің әлсіз жағы. Ер азаматтың әлсіздігі. Иә, тоқтықсаңыз болады. Және Төлегенге қатысты Төлеген Алпысшақ Төлегенге осалада Бекежан Алпысшақтан жабылды. Және ол кезде Бекежан өзі тығылып тұрды. Тыңдаймыз. Төлегенді ұстағаннан кейін бар шығып, оны қастандықпен өлтірді. Бұл әлсіз жағын өйткені ол нағыз еркек болсам, жалғыз өзім төгелесу керек еді. Дұрыс айтасыз. Екінші. Егер мысалға ер азамат болатын болса, онда жекпе-жекке шығу керек еді. Солай емес па? Сен жалғыз кісі Төлеген, Қореннің сарбаздары өте мықты, қаруы көп болды. Ал шектейлі өте әлсіз болғандықтан оны қаршыға тоқтатты. Әйтпесе жаулап алу қаупі бар еді. Ол әлсіз жағы. Қандай мүмкіндіктер болды? Тыңдаймыз қалай? Бұл жырда мүмкіншіліктер. Және ол өз еліне тірі барғанымен әкесінің айтқанын тыңдамай келесі жылға дейін кетпей өзі кетіп қалады. Және де ең жоқ дегенде қасына ешқандай әскер қосып алмайды. Міне мүмкіндік. Егер мысалға әкесінің айтқанын тыңдап, қасына әскер қосып жіберен ғой, 1 жыл шыдады еді, бірақ тыңдамастан кетіп қалды. Егер сол мүмкіндікті жасағанда, ол өлмес пе? Өте жақсы. Тағы? Алдап суламағанда ол қалмаққа үйленіп кетуі мүмкін еді. Екінші ол Сансызбай мен Қореннің шайқасында Сансызбайды 9 қабат сауытты қорғақ қалады. Егер 8-іне өтпей 9-ына өтіп кетсе, ол Сансызбай өліп кетуі мүмкін еді. Дұрыс айтасыз. Ең қауіпті нәрсе өзге өкіліне қазақ қызын берген ба? Бермеген. Сондықтан қайтсе де айлатау керек. Сондықтан өзі әкесіне менің 30 күн ойымды, 40 күн тойымды жасап өткізеді ғой. Егер мысалға солай созбаса, онда басқаша жағдай болар еді. Немесе мысалға оның негізгі күткен адамы кім? Сансызбай.
Төлеген өлсе де қайтсе де інісі келу керек. Себебі жырда мен өліп егер ана мына болып кетсем, онда менің орнымда жібекке барып, жібекті әйелдікке аларсың дейді. Түсінікті ғой, өте салыстырып қараймын. тыңдаймыз балдар. Екеуі де ұнамсыз, қиянатшыл. Олар ғашық жандарға кедергі болады. Дұрыс айтасың. Ғашық жандар кедергі болады. Төлеген жібекке дұрыс, иә. Ал Хорен сырттан келген жау, ал Бекежан іштен шыққан жау. Бірақ Хорен сырттан келген жау болса да, ол айтқанына көнеді. Ал іштен шыққан жау Бекежан ол айтқанына көнбей, өзіне істеген істеп, қиянатшыл. Төлеген істейді. Зұлымдыққа барады. Солай ма? Иә. Ол жібекке қиянат етеді. Жібек Төлегенге. Дұрыс айттыңыз. Бір нәрсе. Иә. Сол кезде жібек оған айтады. Атаңа нәлет қарақшы, құдайым саған. Құдайым сені қарғасын дейді, солай ма? Құдайым сені қарғасын дейді. Ең қазақтар қарғыс дегеннің негізі. Тағы ол ерлікке келген сәтте жекпе-жекке шығуды көксейді. Қараңыз, нағыз батыр қай кезде көрінеді? Жекпе-жекке шыққан сәтте айқаста ғана көрінеді. Ал Бекежан болатын болса, оның ойы кілең зұлымдыққа қарайғы өрілген. Түсінікті ғой, сондықтан мысалы осы жерде Шәкәрімнің мынандай бір есіл сөзін айтуға болады. Алдау күш айуандықтың ең жаманы боқты жуғамен ел түзелмес. Ар түсетін бірлім табылмаса, зұлымдықты жалғанда ешкім жеңбес дейді. Зұлымдық қай кезде де ол жаман істерге алып баратындығы сөзсіз. Жақсы? Жұбыңызбен, иә, айта ғой. Базарбай мен Сырлыбайды салыстыру. Жамал жоқ, 700 тие жүгерген, ділдәс менен жамбысы. 1000 тиеге жүгі тағы да қанды менен шайы бар. Аяқ тымалда есеп жоқ, айдалып баспалар деп сыпырдылар. Менің таныстырған көзгерім ол Сырлыбай. Сырлыбай ол 6 шепті елінде 6 тайпа бар екен. 6 тайпаның хамесінің ғана Сырлыбай болған. Оның 9-ның жылқысы болса, Базарбайдың жылқысында сан жетпес. Ол екеуіне салыстыруы, екеуі де қан болса, бірақ екеуінің де біреуінің ұлы, біреуінің қызы бар. Ол екеуінің атастырылайды жатқан кезінде Базарбай өзінің ақылсыздығына барып, өзінің Төлегенге теріс бата беріп, Құдайдан сұрап алған баласы, әулиеге ат айтып, қорасанға қой айтып, тілеп алған баласы ғой. Иә, неге оған теріс батаға барды? себебі ол осы жазғы тұрымда бармай қой, келесі жазғы тұрымда қазіргі әскер қосып, құда түзуге жіберейін дегенге тыңдамаған. Мен жігіт деген уәдесінде тұру үшін Төлеген ол қыз жібекке уәдесін беріп кеткендіктен әкесінің айтқанын тыңдамай кетіп қалған. Өте жақсы. Келесі сыныптамыз, жылымыз. Менің атқанымен Тыңдаймыз олды. жырда айтылады. Ол Ол аңғал, бірақ ол мықты, ол жетасасынан бері хан. Ал Сансызбай болса, ол мықты әрі жақсы. Айтылмаған тұстарын қосып жатыр. Өте жақсы. Енді аңғалдықты қай жерден көресің жырда? аңғалық қойын деген ол өзінің қыз жібекке атымен қару жарағын беріп қояды. Дұрыс айтасыз. Ешбір адам сандал көкке отырып көрген емес. Бірақ жеңгесі келген кезде басында берген жоқ, жігіт екен деп қараймыз да, ал екінші жібек келген кезде сылқа түсті. Астындағы атын беріп қойды. Иә. Бұл не? Бұл жерде жібек не істеп жатыр? Айнасын жасап жатыр, солай ма? Иә. Бар ма айтатындарыңыз? Жақсы. Келесі топ. Көкжанға астындағы алдын қайдан. Жұлдыз қосадада жатып алдық. Біреуді мергендеп атып алдым. Тыңдаймыз, сіздеріңіз батыр. Біреуді мергендеп атып алдым. Батыр болған соң кімді аяйын? Өлтіріп Төлегеннің атын алдым. Қараңыздар, иә. Жақсы. Енді қараңыз, бұл жерде мысалға сіз Бекежан мен жібектің екеуінің айтысын алып жатырсыздар. Әдет ғұрып салт негізінде салт өлеңінің қайсы несі қолданып жатыр? Не қолданып жатыр? Естіртіп. Төлегеннің өлімін естіртіп жатыр да, естірту бар да. Тағы? Және қыз жібекті Бекежанды қарғау. Дұрыс, қарғыс бар. Қазақтан қарғыс деген нәрседен еріп қорқатын болады. Өте жақсы. Отырыңыздар. Бойынша өзіңіз кейіпкерлеріңіз
жатпай беріп жатсыздар. Кімді көрсете аласыздар? Рөлді ойын болғасын образына келу керек болды. Менің атым Қалқөрен, сен үміт қыласың. Көрем қалмақ сен болсаң Сансызбай бала мен едім, мен де өзімде кең едім. Жібек сынды жеңгемді елінен іздеп келіп едім. Жібек қайда? Бар ма тағы? Тағы да дайын тұрсыздар дейміз. Мен едім Базарбайдың көмегіне, өзінің жеті туған көбейгені. Қаршеке мараз безіп бұрынлаған, қасыма танып тұрып келмегені. Мен едім Базарбайдың үлкен ұлы, Анырданың шынымен сүйген құлы. Қаршекем сәлем берсем қарамайды, бар еді төлегеннің не демені. Мен жайында айтайын. Алты шекті елінде Сырлыбай датқа уәзірі қаршыға жыршы мен едім. Төлеген болсаң, сен егер кел соңымнан ер, жұртқа берген олжаңнан білдірмей маған да бер. Мен бір сұлу табайын, падишамыздың жалғызы, аты жібек сұрасаң кереметім көр. Аты жібек болса, онда кел көрейік. Жақсы тамаша. Шыдан. Солыма қарасаң, жасың кіші баласың. Менің атым Қалқөрен, неден үміт қыласың? Оян қалмақ сен болсаң, Сансызбай бала мен едім. Мен де өзіңде кең едім. Жібек сынды жеңімді елмен іздеп келедім. Жібек жеңімді тауып алған соң, мәжет тілеп Алладан еліме алып жөнедім. Жібек менің қатыным, қай жаққа алып барасың? Жібекті ілгері жіберіп, бойыңды маған бұрасың. Артынан келе жатқан соң, не болып жүрген адам деп білейін сені деп едім. Мұсылман болсаң саған мен олайын жолдас деп едім. Нәсілің кәпір жау болсаң, жаһаннамдағы орныңа жіберейін деп едім. Өте тамаша. Жақсы. Бірақ біз көркемдеуіш құралдардың негізінен түскен жоқ. Біз келесі сағатта талдаймыз. Әлде біздің 2 сағатымыз бар. Қазір тәжірибелеріңізді алыңыздар да жайлап белгілеп қойыңыздар. Маған бойынша өзіңіздің бір сөйлем болса жазып шығыңдаршы, тез жылдамдықтан. Немесе стикер беріп шығарса болады. Мынағаны мен өз іс-әрекетімде қолдандым. Маған қозғау содан сұрақ. Сабақ өз мақсатына жетті. Біз кейіпкерлерді жырдан эпизодтарды ала отырып салыстырдық. Енді келесі сағатта сол жырдағы қолданып жатқан көркемдегіш құралдарды табамыз. Өте жақсы, тамаша.